Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін мен сіздермен универсал песочный тестоның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз ұнға сары майымызды үккіштен өткіземіз. Сары майымыз жаңа ғана мұздатқыштан алынған болса, тіптен жақсы. Одан соң ұнға ұнатып тұрып үккіштен өткізсеңіз, сары майды ол үккішке жабыспайды біріншіден, екіншіден өте тез өтетін болады, сіздің жұмысыңызды жеңілдетіп. Осылай барлық сары майымызды үккіштен өткізіп аламыз. Одан соң ұн мен сары майды араластырасыздар. Илемейсіздер, тек араласу керек. Үгітілген түрде болуы керек. Түрі сондай жағдайға жеткенше осылай араластырасыздар. Жылдам араластыруға тырысыңыздар, себебі қолдың жылуы майға берілсе, май жібіп, қамырға айналып кетуі мүмкін. Осылай міне ұнтақталған кезде, осындай консистенцияға жеткен кезде, біз оның үстіне қантымызды салып, және ас содасын салып, осы құрғақ массаларымызды араластырамыз бір-бірімен. Әдемілеп барлығы бір-бірімен араласқанша араластырасыздар. Одан соң ең соңынан үстінен жұмыртқамызды салып, бірінші қасықпен араластырамыз. Неге қасықпен араластырамыз? Жаңа айттым, сары майға қолдың жылуы берілмеуі тиіс мүмкіндігінше. Осылай қасықпен араластыру уже мүмкін болмаған жағдайда қолмен қамыр илейміз ең соңынан. Бұл тестоның жасалуы өте оңай және кез келген сіздің пирогыңызға кете береді. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Болғаннан кейін қамырды полиэтилен пакетке немесе пищевая пленкаға орап, холодильникке жарты сағатқа қойып қойсаңыздар болды. Одан соң екіге бөліп табамызға жайып шығамыз. Сіздің табаңыз менікіндей болса да, менікіндей емес болса да, ол ешқандай маңызды емес. Жан-жағы тегіс таба болса да, табаның астына, жанына ештеңе жақпайсыздар, бірден қамырды осылай қолмен жайып шыға береміз. Ең алдымен жарты бөлігін астына төсеп шығамыз, одан соң жарты бөлігін жиектеріне төсеп шығамыз, барлық жиектеріне. Егер сіздерде шеті тегіс, үлкен таба болса, ол кезде шет жағын, жиектерін вилкамен әдемілеп тегістеп шығыңыздар. Өте әдемі пирог болып шығады. Осы пирогты жайып болғаннан кейін осы жерде бірден салмасын дайындап пешке жіберсеңіз болады, немесе пирогты осылай қазір пешке жіберіп, потом үстінен фруктовый өзіңіз салма дайындасаңыз болады. Сіздердің қалауларыңыз бойынша, фантазияларыңыз бойынша ары қарай істей бересіздер. Бұл менің барлық пирогыма кететін универсал тесто былай айтқанда. Міне барлығын салып болғаннан кейін енді жиектерін түзулейміз осылай. Вилкамен түзулесеңіздер де болады, маған осылай қолмен түзулеген жеңіл және әдемі көрінеді. Болған соң, егер сіз тек қана пирогтың өзін жіберетін болсаңыз, астымен осылай вилкамен тесіп шығыңыздар. Егер сіз үстіне салмасымен жіберетін болсаңыз пешке, онда үстіне салмасын құясыз, вилкамен теспей-ақ. Осылай тестімізді 30 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Бізде міне көріп тұрсыз, табадан өте жеңіл алынады. Енді үстіне фруктовый өзіңіздің кез келген салмаңызды немесе тосаптарыңызды салып, үстеліңізге қоя берсеңіз болады. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын.